Бүгінгі өтетін сабағымыз брик циклын басқару деп аталады. Брик циклы дегеніміз цикл нұсқаулығының бірі болып табылады, яғни континууға өте ұқсас болып келеді. Брик дегеніміз ағылшын тіліне аударғанда үзілу деген мағынаны береді. Белгілі бір қойылған шарт орындалуымен ағымдағы цикл жұмысын бірден тоқтатып, программа жұмысын циклдан шығарып, әрі қарай жалғастыратын цикл нұсқаулығы деп атайды. Мысалға алып қарайтын болсақ, континууде бізде континууде мысалы цикл қатары, мысалы белгілі бір сандар қатары берілсін деді, мысалы осындай 15 деген сияқты. Егер біздің шартымызда бағанағы шарт қатары, илердің қатары деген, мысалы и делік, осы бізде тең болатын болса, 13-ке дейтін болсақ, онда бізде континуу бойынша, осыдан кейін континуу дейтін болсақ, онда бізде мынау сәйкес келмейді шартқа, сәйкес келмейді шартқа, сәйкес келеді ғой, сәйкес келетінді бұл жерден бұл алып тастайды да ары қарай жалғастырады. Яғни бізде бұның нәтижесінде 11, 12, 14, 15 болып қалады. Ал бізде брикті, егер біз мына жерге ifға и теңге 3 деген кезде континуу емес брикті қолданатын болсақ, онда ол мына шартқа сәйкес келмейді. Мына 13-ке келген кезде ол осы жерден тоқтатады, ары қарай ешқайсысы кірмейді, мыналардың ешқайсысы. Сонда бізде жауапқа біз тек қана 11 мен 12-ні аламыз. Яғни біз брик арқылы циклды сол жерден тоқтатамыз. Ал континуу болса, ол сол жерді ғана алып тастайды, ары қарай жалғастыра береді. Так. Енді толығырақ түсінікті болу үшін мына мысалдарын толық талдайық. Ұзындығы n болған сандар тізбегі берілген. Тізбектегі сандардың арасында тек біреуі нөлге тең. 0 саны орналасқан орынды табатын программа жаз. Яғни бізге сан қатарлары беріледі, бірақ ол берілген қатардың ішінде тек қана біреуі нөлге тең болу керек. Яғни екеуі нөл болып кетпеу керек деген сияқты. 2 нөл болмау керек, 3 нөл болмау керек, тек қана бір ғана нөл болу керек. 0 саны орналасқан орынды табатын программа жаз. Яғни мына жерде бірінші орын, екінші, үшінші орын. Мынау бізде 0 үшінші орында келіп тұр ғой. Үшінші орында келіп тұр. И нәтижесінде бізде 3-ті шығарып беру керек. n-ға біз 5-ті бердік, Енді i-ға да p-ға да біз басында 0-ді беріп алдық, p-ға да 0-ді беріп алдық. Енді while-мен кетеді. Егер біздің i-ымыз 0, 0, n-іміз мына жерде тұрған n, ол біздің бес қой, 5-ке тең шарт қанағаттандырып тұр ма? 0 5-тен үлкен ба? Яғни біз цикл денесіне өтеміз. i тең i плюс 1 дегеніміз, i-ымыз біздің сонда i плюс 1 0-ге 1-ді қосу арқылы біз 1-ді аламыз i-дан. Ал x деп уже жанына тең input деп өзіміз мән енгіземіз. Біз 5-ті беріп болғаннан кейін бір сан енгіземіз, одан кейін екінші сан, үшінші, төртінші, 5-те. Не үшін? Себебі бізде 5 орын беріліп тұр да. 5 рет цикл қайталанып, қанша рет цикл қайталанса, сонша мәрте бізде өзіміз клавиатурадан сан енгіземіз. Ол мына жерде тұр, 4, 8, 0 деп жүр. Неге 4, 8, үшеуі ғана берілген? Себебі циклды 0-ге тең болған кезде тоқтатып тастаған ғой. Міне мына жерде былай дейді. И тең и плюс 1, сосын x-ға біз сан беріп аламыз, бір санды. Например, 5-ті бердік делік. Егер біздің 5-іміз дейді мына жерге, if x тең 0, біздің 5-іміз 0-ге тең болса, шарт орындалып тұр ма? Жоқ, орындалып тұрған жоқ шарт. Онда біздің p i-ға тең болмайды, бұл жерге кірмейді уже цикл денесіне, сосын шығып кетеді. Print индекс p деп, бірақ бізден p-ны сұрап тұрған жоқ, кеттік. Бұны сұрап тұрған жоқ бізде. Келесі 5-тен кейін i-ымыз біздің мына жерде тұрған i-ға барады ғой, келесі i барады. 1 болып өзгерді ғой мына жерде i-ымыз. Яғни 1 барады 5-ке. Сол кезде міне i тең 1-іміз уже 1 қосылған 1 арқылы 2-ге өзгереді формуласына сай. Сосын x тең біз мына жерге өзіміз сан енгіземіз. Мынау x-ға өзіміз сан енгіземіз. Мысалға, мен бұл жерге 2-ні енгізетін болсам, онда біз шартқа сай келе ме? If x тең 2 деген жоқ, сәйкес келмейді. Онда бұл ары қарай мән бермейді, оған есептемей кетеді. Келесісіне өтеміз. i-ымыз келесіде 2-ге тең болды. 2-ге тең болды, 5 бердік. Мына жерде бойынша қараймыз. Мысалға, мына жерде 4-ті берген, 8-ті берген, мен 5-ті бердім, 2-ні бердім x-тің орындарына, мына жерде 0-ді берген. Енді мен мына жерге 0-ді беретін болсам, x-на 0-ді беретін болсам, i тең мына жерде 3 болады ғой уже. 2 қосылған 1-мен. x-ға біз егер де 0-ді беретін болсақ, онда біздің if деген шарт бағана орындалады, мынау тұрған шарт. 0-ымыз тең болады 0-ге. Яғни x 0-ге теңестірдік қой. Яғни x-іміз біздің 0-ге тең болып тұр, шарты орындалып тұр, шарты орындалып тұр. Онда бізде дәл сол жерден p тең i деп тұр. Оны индексі қайсысына келіп тұр? Ол кездегі индекс бізге 3-ге тең болып тұр, міне. 3-ге тең болады да. Сол арқылы бізде индекс тең p деп тұр. Біздің индексті шығарып береді. Индексіміз біздің 3-ге тең болады екен.
индекс 3 деп шығарып беру керек. Міне осыдан шығып тұр негізгі түсінігі. Яғни біз брейк деген кезде дәл соны алып, содан кейін уже тоқтатамыз. Натурал саны берілген, сол сан цифрлардың арасында 0 болса, цикл жұмысын тоқтатып, error сөзін, әйтпесе санның өзін кері қарай экранға шығаратын программа құр деген. Яғни біз мына жерде сан береміз, егер оның ішінде 0 болса error деп шығару керек. Егер сан арасындағы цифрымыз 0-ге тең болмаса, онда бізге соның керісінше ретпен орналасқанын шығарып беру керек. Бұл есептік программасын былайша шығардым, мына бірінші есептік программасы. Німіз тең болса, инпутқа дегенге бізде 5 + 0, 2, 5, 6 деп сан берілді иә. Енді осы жерден while n-іміз 0-ге тең болса, бұл шартты қанағаттандырып тұр ма? Иә, себебі осындай сұрап тұрды. Бұл 0-ге тең емес, иә. Сөйтіп біздің k қалай соңғы цифрасын алады. Енді 10-ға бөлген кезде бізде процент осыны бүкіл есептеген кезде сол жерде жаттап алған жөн. Енді 10-ға бөлген кезде қалдықпен. Сонда бізде ең соңғы цифрасын ғана алады. Сөйтіп, ал n дегеніміз дәл осы формула, n бөлінген 10 деген ол сол соңғысын алып тастап қалғандарын алады. Мысалы 5,0,2, 5-те 6-ны алмайды уже. Енді егер біздің k, иә, біздің if, біздің k-мыз 0-ге тең болса дейді, бізде 6 болып тұр ғой, 6 0-ге тең емес қой бізде. Бұл орындалмайды, онда бізге ішіне кірмейді. Ішіне кірмейді да, былай сыртқа қарай шығады. H дейді. H тең H деп тұрған, бұл уже белгісіз мынандай строка болып тұр. Плюс strk деп тұр уже. Өзі мына тұрған 6-ны былай нені жолдық типке ауыстырып тұр. Яғни бізде тек қана 6-ның өзі тұрады. H-іміз 6-ға тең болып тұр, бірақ жолдық типтен тұр да, ол сан ретінде саналып тұрған жоқ. Сөйтіп 6-ны алады. Одан кейін бізде 6-дан кейін барып 5-ке келеді. Ой, қайтадан мынау мәнді береді ғой, так, бізде соңғы n-іміз шыққан мәні осы ғой, иә. Мысалы 5, 7, 0, 2, 5 дейді. Бұл өзі 0-ге тең емес, яғни шарты орындалып тұр да, k бізде 5-ге тең болады, n-іміз бізде 5-сіз 5, 7, 0, 2 болады. Сол кезде бізде k 5 болып тұр ғой, ол 0-ге тең емес болғаннан кейін ары қарай шығып кетеді. Бізде h-іміз бағана кезде 6 еді ғой. Енді жанына бұл 5 барады. H-іміз мына жерде мына формулада еді ғой бізде. H тең H плюс strk. K дегеніміз бізде 5, ал бағанағы H-іміз бізден соңында 6-ға тең болды ғой. Мына осындай 6-ға тең болды. Енді бұл жерде str 6, str 5 болып тұр да. Бұлар уже бізде жолдық типпен нәтижесінде қалай шығады? 65 болып шығады ғой сонда. Тең болады 65 болып тұрады. Бұлар бірақ бізде сан ретінде қабылдап тұрған жоқ, сол әріп сияқты қабылдап тұр. Келесі бізде n-іміз анау 5702 болды. 5702-ні 0-ге тең емес. Сосын бұл жерден k соңғы цифрасын алады, n 570 алады. Сонда бізде h-іміз жоқ, емес, 5 2-ні алады. 2 бізде 0-ге тең емес болғандықтан сыртқа шығып кетеміз де, h бізде 6 болды, 5 болды, енді 2 болады. Көрдіңіздер ме? Кері ретпен келе жатыр. Сосын келесі бізде сан 570-ге келді. 570 0-ге тең емес шартты қанағаттандырып тұр. K бізде 0-ге тең болды. Бізде уже келесі шарт, if-тегі шартқа сәйкес келіп тұр. N-іміз бізде 57 болады. If деп кіреді да мына жерге. If деп бізде K-мыз 0-ге тең ғой. 0-ге тең болып тұр, к мына жерге. Яғни шарт қанағаттандырып тұр. Сонда бізде не істейді? Цикл осы жерден error деп шығарады да, printқа error дейді да. Қалған принттер керек емес болып тұр. Сонда бізде printқа error деп шығарып береді. Мына жерде error деп шығарып береді да. Сосын break деген осы errorдан тоқтатады. Міне. Соңғы бізде error деп осыны тоқтатады да. Ары қарай есептемейді уже мынаны да, мынаны да есептемейді. Бізде нәтижеге осы принтті шығарып береді errorмен. Болды. Ал егер де осы жерде бізде error болмайтындай 4589-ның өзін жазатын болсақ, онда бағанағыдай керісінше ретпен меншіктеліп отыра беретін еді. Мысалға 6, 5, 2 деп меншіктелді ғой. Сол сияқты былай керісінше 0 жоқ болса, онда бізде error орындалмай кері ретпен меншіктеп отыра беретін еді. Біздің практикалық тапсырмадағы келесі есебіміз екінші есеп латын әріптерімен үтірі бар S жолы берілген, осы жолдағы үтірге дейінгі әріптер мен олардың санын экранға шығаратын алгоритмнің толық схемасын және программасын құр дейді. Яғни біз программасын құрайық. Алма, үтір, алмұрт деп тұр, иә. Алма 4 деп нәтижесі шығарып тұр. Неге? Себебі үтірге дейінгі біз әріптес құруымыз керек. Үтірге дейінгі алма деп шығып тұр, және де олар 4-еу.
бір екі үш төрт. Енді осының программасын құрдым мен. Енді сол программаның қалай құрылғаны жайында талдап беретін боламыз. Мына жерде екінші есептің программасы құрылған. Бұл жерде не дейді? Мен алма, алмұрт деп беріп алдық жерге. Алма, үтір, алмұрт. Енді осы жерде біз S деп S-ға 0-ді беріп алдық. Сосын сөз дегеніміз сөз деп біз тырнақшаға беріп алдық. Бұл как string жол ретінде, жолдық тип ретінде қолданылады. Сөйтіп бізде for I in rest n дегеніміз ол бағанағы алма, алмұрт деген сөз ғой. Мына сөздің әрқайсысы мынау и болып саналады. Мынау идің 0-ші, мынау идің 1-ші, мынау идің 3-шісі, мынау идің 4-шісі деген сияқты. Идің 5-шісі дәл сол ретлікпен, яғни и деген оның әрқайсысын жеке-жеке циклға жіберіп отырады. Енді бізде if егер иіміз біздің тең болатын болса үтірге, осы мәнге тең болса деп тұр. Яғни бұл қалай? Бірінші а-ны жібереді, бірінші а-ны жібереді. Сол кезде ол үтірге тең ба? Жоқ, үтірге тең емес. Үтірге тең емес. Яғни бұл шартты қанағаттандырмайды. Ол брикке де қарамайды, сонда ары қарай жалғаса береді. Сосын шығады, циклдың ішіне кірмейді ғой. Сосын шығады, сөз плюс тең I деп тұр. Сөз дегеніміз мынау, бізде сөзге, яғни ол қосылып отырады екен. Сөз тең сөз плюс I ғой. Бізде сөзіміз басында осылай болып тұр. Плюс I-ымыз бізде А болып тұр, бірінші А. Бізде А-ның қатары, И-дің қатарын алар ғой. Мына жердегі for I in n дегеніміз, ол n дегеніміз полный осы сөз қатары, ал I дегеніміз оның әрқайсысына жеке-жеке жүзеге асатын. Л, М, А, үтір, мына жерде пробел бар, пробел. Одан кейін А, Л, М деп жеке-жеке осылай тоқталып талдап береді. Бұл for параметрлі цикл бойынша жүзеге асып тұр. Енді біз if деп былай теңестіріп алдық қой, А-мыз біздің үтірге тең емес екен. Онда бізге сөзге бірінші болады А болып барады. Біздің сөзіміз, сөз соңында мына жерде ештеңе жоқ, сосын просто А-ға тең болады. Келесі S тең S плюс 1 деп тұр. Яғни бұл не үшін қолданып тұрмын? Себебі бізде S-іміз саналып отырсын деп. Бірінші S-іміз 0-ге тең болды. 0 қосылған 1. Мына жердегі формула бойынша сонда бізде 1-ге тең болады. Бұл бізде print сөзіміз сөз А-ға тең болған кезде, мына сөз А-ға тең болғанда S-іміз 1-ге тең болады деген сөз. Міне А-ның қатарында бізде мына жеріне жазып қояйық. S-іміз 1-ге тең болады. Енді L-да жібереді. L үтірге тең емес. Бұл қатарынша мына жерде S-іміз I-ымыз уже сөз дегеніміз бар, еще бізде. Былай сөз деп қояйық мына жерге. Сөз басында А болды. Одан кейін А, Л болып қосылады. Неліктен? Себебі біз А-ны бердік қой сөзге. Мына қараңыздар, мына сөз бізде А-ға тең болды. Кейін қайтадан айналып келген кезде сөз тең болады. Мына формулаға келеді. Сөз тең сөз плюс I ғой. Яғни сөзіміз біздің соңында А-ға тең болды ғой. А, сосын келесі бізді L-ды жіберген кезде нәтижесінде бізде Ал болады. Ал ол кезде S плюс 1-іміз 1 қосылған 1 болып 2-ге айналып кетеді. Көрдіңіздер ме, структура қалай жүзеге асып жатыр? Ары қарай 3-ті жібереміз, сол кезде А, Л, М болады программа. Сосын барып 4-ті жіберген кезде 1, 2, 3, 4 болған кезде S-іміз сөз бізде алма болады. Сосын бізде И-міз үтірге тең болды ғой. Үтір тең болған кезде онда бізде шарт орындалады да, брик сол жерден бітеді. Брик деп сол жерді алып тастайды уже. Мына жерге келген кезде маған тең болды ғой дейді. Брик мына жерді алып тастайды. Міне алып тастайды да, сонда бізде соңындағы нәтижеде сөз, мына жерде сөз ғой, сөзіміз алма болды да, S-іміз 4 болды. Так, енді бұл есеп түсінікті болса, егер түсініксіз болса тоқтап, ары қарай өздеріңіз программаға жазып қарап көрсеңіздер болады. Бізде келесі үшінші есепте былай n натурал саны берілген, сол санның цифрларының арасындағы ең кішісін табатын бұл схема код. Есептің программа кодын жаз дейді. Мына бізде n саны және оның ішіндегі ең кішкентайы бізде 4 болып тұр. Егер оның ішінде ең кішкентайы 0 болса, онда бізде міндетті түрде 0 болады да, сол жерден біз брикті қою арқылы циклды тоқтатып жіберсек болады. Ал бұл жерде бізде ең соңғы санның қайсы екені белгісіз болып тұрады да, сол себепті біз программаға миниді қолдану арқылы жұмыс жасаймыз. Енді бұл жерде мына есеп, үшінші есеп.
n int input mini 9 деп беріп алдық қазір. Міне n-ға осы сандар қатарын бергенде 7, 8, 8, 5, 6, 9, 5, 4 деп ұзақ сан қатары берілген кезде ең соңғысының 4 екенін шығарып беріп тұр мына программа. 0 берген кезде 0 шығарып беріп тұр, иә, ең кішкентай цифр ретінде. Және бір сандар арасындағы ең кішкентай цифр 1 болған кезде бізге нәтижеге 1 шығарып беріп тұр. Енді бұны қалай шығарып беріп тұр? Мына программа бойынша жасадым. Енді соны жасалуын шығарып берейік, мына ең кішкентай сандар арқылы. Қалай? 7816 тезірек есептеу үшін. Ең бірінші бізге n-ді бердік, мини 9 деп беріп алған мына жерге. Миниге 9 деп мына жазып қояйық. Сөйтіп n-іміз мына жерде тұрған n 0-ге тең емес деген шартты қана атырамыз, иә, көп есептеуде осыны қолдандық. 7816 тең емес 0-ге бұл шартты қанағаттандырады да циклдың ішіне кіреді. Циклдың ішіне кірген кезде k тең соңғы цифрасын алады. n-ді 10-ға бөлген кезде қалдықпен бізде 6 болады. Сөйтіп бәрібір егер біздің k, міне if деп k 0-ге тең болса, бізде 6 0-ге тең емес қой. Значит, бізде мини 0-ге тең емес, бұл жерден шығып кетеді. Екінші if-ке келеді. Екінші if-те k деп тұрған біздің 6 міне минидан үлкен ба деп тұр, мына жерде миниден кіші ма деп тұр. Так, миниден кіші, мини бізде 9. Бұл шартты қанағаттандырып тұр, иә? Иә деп. Сонымен бізде миниіміз 6-ға өзгеріп кетті. Шартты қанағаттандырған кейін мини тең k-ға. Бізде k 6 болып келді ғой, сонымен мини 6-ға ауысып кетті. Басында 9 еді. Енді бұл 9 жойылды да, бізде мини 6-ға ауысып кетті. Сонымен n арқылы біз мына санның 10-ға бөлген кезде 7816-тан 781 ғана қалды. 781. Себебі мына формула бізде ең соңғы цифрысын алып тастайды. Жетті. Бұл әлі циклдың ішінен шыққан жоқ, цикл ары қарай жалғасады. n, мына жердегі n бізде 781-ге тең болды. Бұл айналып барып мынаған қайтадан келеді. Міне сөйтеді. 781-іміз бізде тең бе 0-ге деген? Жоқ, тең емес. Тең емес 0-ге, яғни шартты қанағаттандырады. k бұл жерде өз кезегінде ең соңғы цифрын алады. Сөйтіп біз мына циклға кіреміз бе? 1 тең 0-ге. Жоқ, тең емес. Сол себепті біз бұл циклдан шығып екінші if-қа кіреміз. Бұл жерде if бізде k бізде 1-ге тең болып тұр. Ал мини бізде қаншаға тең еді? 6-ға тең еді, иә? Мини 6-ға тең еді. Шарт қанағаттандырып тұр ма? Иә, қанағаттандырып тұр. Онда біздің миниіміз 1-ге ауысады. 1-ге ауысады. Мына жердегі мини 6-ға ауысқан, бұл өшті. Енді минидің мәні 1-ге ауысты. Кеттік, келесі бізде n-іміз 781 еді ғой. 781 бердік. Енді оның мәні 78-ге ауысты. Мына жердегісі бітті, 78-ге ауысты. 78 қайтадан n мына шартқа қарай барады. 78 тең ба деп сұрайды. 78 0-ге тең емес. Шартты қанағаттандырып тұр. Яғни цикл ары қарай жүзеге асады. К бізде 8-ді алады. Сосын бізде 8-іміз 0-ге тең емес. Ары қарай келесіге шығып кетеді. If деп мына жерде К мини деп жазамыз. Мына жерде К бізде 8-ге тең болды. Ал мини бізде мына жерде 1-ге тең болды. Бұл шартқа сәйкес емес. Яғни бұл мына жерге шартқа сәйкес емес. Мини бізде әлі де 1-де тұра береді. Себебі бізде 8 1-ден кішкентай емес. Шартты қанағаттандырып тұрған жоқ. Мини бізде 1 еді ғой. Яғни келесіде де мини 1 қалпында қала береді. 1 қалпында қала береді. Келесі 78 еді. Бізде ары қарай 7 0-ге тең емес. К тең болады 7-ге. Өзін ала береді соңғы цифрасы ретінде. Одан кейін егер біздің 7 0-ге тең емес болса, мына жерде 0-ге тең емес, одан циклдан шығып кетеді. 7-іміз біздің мына циклдың ішіне кіреді. Бұл жерде 7-іміз бағанағы 1-ден кішкентай емес қой, иә? Яғни бізде бәрібір соңында 1 шығу керек. Себебі бізде ең кішкентай цифр бұл жерде 1 болып тұр. Шартты қанағаттандырып тұрған жоқ. Яғни 1 7-ден үлкен емес. Сонымен бізде миниміз 1 ретінде қала береді. Ал n-іміз мына жерде 7 еді ғой. 7-ге бөлген кезде 0 болады да. Сонымен біз мына жаққа 0-ге барады. 0 тең ба? 0-ге бұл шартты қанағаттандырмайды. Яғни while цикл сол жерден тоқтайды. Бізде нәтиже ең соңында миниді сұрап тұр. Біздегі соңғы миниіміз қаншаға тең болды? Мини 1-ге тең болды. Яғни цикл осылайша орындалады екен. Бірінші есепте былай дейді: үй тапсырмасы ретінде төменде берілген бірінші, екінші программа кодтарын талда. Программа жұмысын аяқтағанда экранға қандай нәтиже шығады, соны шығаруымыз керекпіз. Мен ол есепті мында жаздым. Міне, біріншісінен 21 шықты, екіншісінен 4 шықты. Бұл программа қалай шығып тұр? Бірінші for бойынша, екіншісі while циклы бойынша жүзеге асырылған. Так, енді бұны біз талдап көрсетейік. Білесіздер,
мына жерде for i in range 11-ден 21-ге шейін болған кезде біздің айдың қатары 11-ді алады. 21-ге шейін 20-ның өзі кіреді, 21 кірмейді. 12 болады, 13 болады, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Яғни бізде тек for i in range 11-ден 21 деген неге программа айнымалысы бізде осы сандар қатарын алады екен. Енді s тең s плюс i бөлінген 10 деген команда қатары берілген. S плюс I процент 10 деген. Енді мына жерде S-міз ең алғашқы S бізде 0-ге тең. Мына жерде 0-ге теңестіріп алған. Қосамыз да I-мыз біздің мына жерде 11-ге тең, иә, қатар болып есептейміз. 11-ді 10-ға бөлеміз. Қанша болады? 11-ді 10-ға бөлген кезде бізде қалдық 1 болады. 1-ге 0 қоссаң 1 болады. Бізде S-міз 1-ге өзгерді. Өлшем 1-ге қарай өзгерді. Сөйтіп, ары қарай бізде бүйтеді. If S-міз 15-тен үлкен болса, міне S-міз 15 болса, онда біз циклды сол жерден тоқтатып таста деп тұр. Енді біз цикл ол жерден тоқтаймыз. Жоқ, тоқтамайды, себебі біздің S-міз 1-ге тең болды. Және де бұл 15-тен үлкен емес. Бұл шартты қанағаттандырмайды. Кеттік, келесі бізде S-міз 1-ге ауысып кетті. Мына жерде 0 еді ғой. 1-ге ауысты. Енді ол мына жаққа 1 болып барады. Қосамыз да I-мыз мына жерде 12. 12-ні бөлеміз 10-ға. Бұл жерде 2 қалады. 2-ге 1-ді қосасың 3 болады. Сонымен ол 3 мына жерге қарай түседі. Қосамыз. Мына жерде 12 бердік, енді 13-ті 10-ға бөлесін. Қалдық бізде 3 қалады, 3-ге 3-ті қоссақ 6 болады. Ары қарай бізде 6-ны қосасын 14 бөлінген 10-ға тең болады. Сонымен қатар ары қарай бізде 10 болып өзгереді мына жерде. Мына жер бізде 15 болады. 15-ті 10-ға бөлесін. Мына жер бізде 10-ға 5-ті қосасын 15 болады. Түсініп тұрсыздар ғой, мына жерде қалдығын алып жатырық екеуін, одан кейін 10-ға қосып жатырық. Енді келесі 15-ті қосамыз, мына жерде тұрған 16 бөлінген 10-ға 21 болады. Енді мына жерде қалып кеттік қой, негізі осылай қатарынан болу керек. Мына жерде 1 бердік, мына жерде S-міз 3-ге өзгерді, мына жаққа қараймыз. 3-тер, мына жерге 6 берді. Мынаулардың бәрі 15-тен кішкентай емес, шартты қанағаттандырып тұрған жоқ. 10-ды береді. 15-тен үлкен емес. 15-тен үлкен емес. Міне 21-ге келген кезде бұл 15-тен үлкен. Яғни бізде соңында 21-ге келеді ғой. 21-ге келген кезде ғана міне шарт тоқтайды екен. Так, бізде 21 шығады, ары қарай мысалға 21-ді мына жаққа берейін деген, 21-ді келесі циклға берген кезде уже ол орындалмайды. Түсінікті болған шығар, иә? Бізде нәтижесінде мына жерде 21 шықты. Енді бізде келесі есеп, екінші есебі мына жерде тұр. Бұл жерде 4 шыққан. Қалай 4 шыққан? Оны 1-ге есептейміз. Мысалға x-қа 10-ды берген, мысалға басында s-қа 0-ды берген. Енді бізде 10 деп былай 5-ге беріп қояйық y-ға қарай. Бұл шартты қанағаттандыра ма? Иә, қанағаттандырады. Онда біздің x-міз міне тең болады. 10-нан 2-ні азайтамыз, 8-ге тең болады екен. Ал s-міз бізде 0-ге тең, 0-ге қосасын 8 болады. Егер біздің s-міз 20-дан үлкен болған кезде сол жерден тоқтау керек екен. Яғни бізде s мына жерде мынаға сәйкес келіп тұрған жоқ. Ары қарай жалғаса береді бізде цикл. Ары қарай біз x-қа қайсысын береміз? X бізде 8 болды. 8-ді береміз. 8-ді берген кезде x-міз біздің 6-ға тең болады да, ал s 8 болды. Ал қосылған x-міз мына жерде 6 болды. Онда бізде 14 болады да. Бұл шартты қанағаттандырмайды. Кеттік, келесі бізде 6-ны береміз. X-қа мына жерде тұрған 6-ны береміз. Бұл сәйкес келіп тұр. X-міз бұл жағдайда 6-дан 2-ні азайтқан кезде 4-ге тең болады. Ал s-міз бізде s 14-ге тең болды да. Қосамыз, x-міз 4-ге тең болды. 18 болды. 18 бізде 20-дан үлкен емес. Әлі де цикл жалғаса береді. Бізде x-міз 4 болған кезде, 4 болған кезде ол 5-тен үлкен бе деп y-ға қарай келеді. Жоқ, үлкен емес. Шарт ары қарай цикл жүрмейді. Сонда біздегі соңында сұрап тұрған
принттен X'ти сұраптыр. Принттен X'imiz бізде мына жерде 4-ке тең болып тұр. Нәтижесінде сонда 4-ке тең болып тұр. Бірақ бұл есепте 20-дан асқан жоқ, ешқандай да S. Сол себепті 1 қолданылуы шамалы болып тұр.